Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге нәзік балды торттың рецептінен бөлісемін. Бейнемде соңына дейін болыңыздар және тіркеліп қойды ұмытпайық. Алдағы уақытта сіздерге сәтті рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен балымызды газ плитада ерітіп аламыз. Кастрюльге салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майды салып, араластырамыз. Майымыз ергеннен соң ас содасын саламыз, көпіреді. Көпіргеннен соң астын жай қойып, араластыруды тоқтатпаймыз. Қоңырқай түске айналады. Содан соң газ плитаның астын өшіріп, бөлек ыдысқа құйып аламыз. Суытып қоямыз. Суығанша біз 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Содан соң қантымызды аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Шым-шым тұзымызды салып және миксерлеп аламыз. Алдын ала ерітіп алған балымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Балымыз уже суыды. Суығаннан соң массамызға құйып, барлығын араластырып аламыз. Араластырғаннан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жартысын бәрін бірден салмаймыз, жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып, содан соң жарты бөлігін салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Коржымыздың массасы дайын болды. Осындай қою болу қажет. Бейнедегідей противенге пергамент қағазын төсеп, барлығын құйып аламыз. Біркелкі қылып, массамызды орналастырып шығамыз. Осындай силикон лопаткасымен барлық жағына тегістеп құйып шығамыз. Содан соң қызып тұрған пеште 200 градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Қайнатпалы крем дайындап аламыз. Сүтті газ плитаға орналастырып, астын жай отқа қоямыз. Содан соң 2 дана жұмыртқамызға қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымызды ерітіп алғаннан соң крахмалымызды саламыз. Кукурузный крахмал немесе картоп крахмалымен алмастырсақ болады. Крахмалымыз жақсылап ерігенше, іртік қалмастан жақсылап ерітіп аламыз. Содан соң газ плитадағы ыстық сүтімізді азғана мөлшерін құямыз. Себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Венчиктің көмегімен жақсылап тез-тез араластырып аламыз. Содан соң газ плитаға сүтімізді орналастырып, араластырып алған массамызды құямыз. Міндетті түрде араластырып отырып құямыз. Басында тұрып араластырамыз. Консистенциясы қою болғанша араластыруды тоқтатпаймыз. 3 минуттан кейін қоюлана бастайды. Қоюланғанда бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Егерде сіздерде қайнатпалы кремдеріңізде түйіршік болып жатса, онда сіздер кукурузный крахмалды сетадан өткізіңіздер. Содан соң ванильный сахар салып, араластырамыз. 1 минуттай жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды уже. Кремімізді басқа ыдысқа салып, құйып аламыз. Себебі ыстық кастрюльде тұрмау керек. Қайнатпалы кремімізді құйып алдық. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, ауа өтпейтіндей қылып жауып, бөлме температурасында бірнеше сағатқа қалдырамыз. Крем дайын болғанша корждар пісті. Енді осы коржды жандарын бір тегіс қылып кесіп шығамыз. Содан соң ортасынан теңдей бөлікке бөліп аламыз. Қараңыздаршы қандай қалың болған. Енді осыны және ортасынан теңдей қылып, өткір пышақпен ақырын кесіп аламыз.
бір бөлігін осылай сіздерге кесіп көрсеттім. Екінші бөлігінде дәл солай кесетін боламыз. Енді осы корждарымыздың арасында осы дайындап алған қайнатпалы кремімізді жағып шығамыз, біркелкі қылып тегістеп. Қайнатпалы кремді Наполеон торттарына немесе эклерге қолдансаңыздар болады. Өте нәзік, дәмді крем. Алдағы уақытта сіздерге рецептімен бөлісемін. Екінші қабат коржды орналастырып, үстінен кремімізді жағып, осылай торттарымызды жинап аламыз. Өте нәзік торт, сіздер де жасап көріңіздер. Күнделікті шаймен ішкенге нәзік, сондай дәмді. Қалған кремді жан-жағына жағып, барлық жеріне тегіс қылып жағып шығамыз. Содан соң қалған корждарымызды үгітіп аламыз. Соны үстіне әсемдік үшін орналастырып шығамыз. Корждың қалған бөлігін блендермен немесе оқтаудың көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Оқтаудың көмегімен үгітетін болсаңыздар, пешке және 5 минут салып, содан соң оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз. Ал блендермен бірден үгітіп аламыз. Ұнтақтарымызды барлық жеріне тегіс қылып, осылай қолымызбен жағып шығамыз, немесе силиконовый лопаткамен жағып шықсаңыздар болады. Балды тортымыз дайын болды, жұмсақ болып шықты. Майда бөліктерге бөліп, дастарханымызға ұсынамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздермен болған Жансая.